Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен құйылмалы қамырда 15 минутта пицца дайындаймыз. Керек заттардың бәрін видеоның астында көрсеттім. Алдымен ыдысымызға 4 үлкен қасық сметана саламыз. Одан кейін 4 үлкен қасық майонез саламыз. Одан кейін жұмыртқаны салып, дәміне қарай тұз, одан кейін разрыхлитель қосып, ұнды салып, соңында венчиктің көмегімен бір келкі болғанша араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Қамырымыз дайын болғаннан кейін колбасаны домалақ етіп турап аламыз. Одан кейін сырды үккіштен өткізіп аламыз. Барлығы дайын болғаннан кейін противеньге пергамент қағазын төсеп, қамырды құямыз. Қамырды біркелкі етіп жайып шығамыз. Осы рецептпен пицца пісірсеңіздер өте тез дайын болады. Қамырды илеп қойып, қашан көтеріледі деп күтіп отырмайсыздар. Бірден дайындап, құйып 15 минутта дайын пицца шығады. Одан кейін үстіне кетчупты сеуіп, қасықтың көмегімен біркелкі етіп жағып шығамыз. Колбасаның үстіне біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Одан кейін үстіне сырды себеміз. градус қызып тұрған пешке 15 минутқа салып аламыз. Міне осымен біздің пиццамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тез әрі оңай жасалынады. Барлықтарыңызға ас болсын.